Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай түрлі жеміс-жидектермен жасалатын, яғни ассорти компотының рецебімен бөлісемін. Қыстың қамын жаз ойла дегендей, компот жасау мезгілі басталып кетті. Банка атылып кетпес үшін дәл осылай етіп 2 литрлік банкаларды шәугімге стерильдеп шықтым. Әрбір банканы 4-5 минуттай буладым. Мантаваркаға да булауға немесе духовканың астыңғы листіне салып та стерильдеуге болады. Бірден 9 қақпақты ыстық суға салып, оны да стерильдеп, келесі кезекте жемістерді жуып тазалауға кірістім. Әрбір жемісті бірнеше қайтара тазалап жуып алдым. Мендегі жемістер алма, өрік және слива. Және де вишняның ұсақтау түрін араластырдым. Егер сіздерде дәл осындай түрі болмаса, оның ірілеу сорты, яғни мынандай черешняны қолдануға болады. Менде 2 литрлік 8 банка шықты. Әрбір банкіге 2 алмадан және 4-5 сливадан және де 5-6 өрік пен черешнядан салып шықтым. Жемістердің мөлшерін өз қалауыңыз бойынша салсаңыз да болады. Мен алмаларды ұсақтап бөлмей осындай ірі-ірі күйінде салдым. Себебі қыс мезгілінде компоттың ішіндегі алмаларды осындай ірі-ірі дана күйінде жегенді балалар ұнатады. Негізі банка жапқан кезде көпшілігі банканың 3/1 бөлігінде жемістер болуы қажет дейді. Жемістердің үстіне ыстық су құйғаннан кейін олар кішірейіп отыратын болғандықтан мен осылай етіп жартысына салып шықтым. Және де әрқайсысына бір уыстан осындай вишня салдым. Вишня қоссаңыз компоттың түсі қызарып әдеміленіп, өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда осы рецептпен қатар көптеген қарапайым заттармен жасалатын әртүрлі торттар мен выпечкалардың рецептері бар. Каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі кезекте дайын жемістердің үстіне қатты қайнап тұрған судан толтырып құйып шығамыз. Су міндетті түрде қатты қайнап тұруы тиіс. Барлық банка толғаннан кейін қақпағын жауып, суығанша қойып қоямыз. Банкадағы су қолды күйгізбейтіндей болып суыған кезде банканы алып, дәл осылай етіп су сүзетін қақпақты кигізіп, ыдысқа суын толығымен сүзіп аламыз. Ыдысты қатты отқа қойып, суды қатты қайнатамыз. Су міндетті түрде бұрқырап қайнауы қажет. Дәл осылай қайнаған кезде судың үстіне қант қосамыз. Мен осындай 220-230 граммдық стаканмен толтырып қант қостым. Немесе қантты бірден банкаға салсаңыз да болады. Барлық банканың суын сүзіп қайнатып, оның үстіне қант қосып, қайтадан банкаларға құйып шықтым. Бір рет сүзіп, келесіде жауып тастаймын. Егер де салған жемістеріңіз ұсақ болса, мысалы черешнядан компот жасасақ, оны бірден ыстық суды құйып, жауып тастаймын. Мұнда алмалар ірі болып, жемістің көлемі көбірек болғандықтан, бір рет қайнатып сүзіп, келесі рет қайнатып, содан кейін барып, оны закрывашкамен жаптым. Барлығын жауып болғаннан кейін бір тәулікке көрпешемен орап, жауып қоямыз. Дәл осындай алқызыл түсті компотымыз дайын болды.